Баршаңызға сәлем достар, бүгін сіздермен вупипай печеньесін даярлаймыз. Печенье оңай әрі тез даярланады, көп ингредиентті де қажет етпейді. Бірақ өте дәмді шығады, сондықтан менімен бірге болып, бірге даярлаңыздар. Печенье үшін 70 грамм молочный шоколад, 120 грамм ұн, 10 грамм какао, 1 шай қасығы разрыхлитель, 2 дана жұмыртқа, 60 грамм сары май және 50 грамм қант қажет. Бір ыдысқа шоколад пен сары майды салып, на водяной бане үздіксіз араластырып отырып, біркелкі массаға айналғанға дейін ерітіп аламыз. 2 дана жұмыртқаға қанттың барлығын саламыз. Жұмыртқа ағарып көпіріп, көлемін бірнеше есе ұлғайтқанға дейін миксермен араластырамыз. Шамамен 5 минут көлемін алады. Ерітілген сары май мен шоколадты жұмыртқаға қосамыз. Құрғақ заттарымыз ұн, какао, разрыхлительді біркелкі болғанға дейін венчикпен араластырамыз. Құрғақ заттарымызды елеп отырып салып, барлығын біркелкі массаға айналғанға дейін миксермен араластырамыз. Бізде осындай қоймалжың масса пайда болуы тиіс. Енді кезекте осы массамызды вупипайдың насадкасы салынған кондитерлік мешокқа салып, комната температурасында 10 минутқа қалдырамыз. 10 минут көлемінде осы массамыз қоюлана түседі. Противенің үстіне пергамент қағазын немесе тефлоновый коврикті төсеп, оның үстіне печеньелерімізді сығып шығамыз. Печенье піскен уақытта көлемі ұлғаятын болғандықтан, оның араларын қатты жақын етпейміз. Печеньені 180 градуста қызып тұрған пеште шамамен 10 минут көлемінде пісіреміз. Печенье кремі үшін 120 грамм творожный сыр, 120 грамм 33% сливки және 45 грамм сахарная пудраны біркелкі массаға айналғанға дейін миксермен араластырамыз. Дайын болған кремді кондитерлік мешокқа салып, оны 2 печеньенің ортасына орналастырамыз. Дайын болған печеньенің бетіне сахарная пудра сеуіп ұсынса болады. Осымен біздің өте дәмді, өте тез әрі оңай даярланатын тәттіміз дайын. Сіздер де міндетті түрде даярлап, жақындарыңызды қуантыңыздар. Ал мен сіздермен тек қана ерекше тағамдардың, әртүрлі торттар мен десерттердің рецептімен бөлісемін. Сондықтан міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, жаңа рецепті жіберіп алмас үшін қоңырауды басып қойыңыз. Менімен бірге болып, менің каналымның дамуына үлесіңізді қосып жатқаныңыз үшін сізге алғыс айтқым келеді.